Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өткен сабақтарды қайталауды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өткенді бекіту, табиғатты қорғау, отанды сүю. Бұл бізде 111-ші сабақ, математика пәні 2-ші сынып. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бұл сабақта өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренесің. Яғни бұл жерде балалар өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренеміз. Қазір әріпті өрнек, санды өрнек дегенде есептерді шығару барысында есімізге түсіретін боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін өрнектің мәнін есептеп ал дейді. Мына жерде бірнеше сурет берілген. Енді қараңдар, әр суретке тоқталып айту үшін біз оның мәнін есептеуіміз керек. Мына жердегі өрнектердің мәнін есептейміз. Содан қай суреттің жанындағы сан шығады, мына мәнін есептегенде, сол суретті әңгімелейтін боламыз. Бірінші 14-ті 2-ге бөлеміз. Қанша шығады? 7 шығады, иә? 7-ші суретке қарасақ, бұл жерде тыйым салу белгісі, жалпы барлық көп суреттерде тыйым салу белгісі тұр, иә? Соның ішінде бұл суретте де тыйым салу, ағаштың бұтағын сындырма деген сурет тұр, иә? Енді қараңдар, балалар, табиғатты қорғау дегеніміз ол өз отанын сүюден басталады, иә? Мысалы, отанды сүю ол өз отанының табиғатын қорғаудан басталады. Яғни қараңдар, барлығы бір-бірімен байланысты екен, иә? Біз адам табиғаттың бір бөлшегі болғандықтан, біз соны қорғауымыз керек. Біз табиғат үшін жауаптымыз. Біз өзіміздің үйіміздің айналасындағы ағаштар үшін жауаптымыз. Біз өзіміздің бақшамыз үшін жауаптымыз. Мысалы, біз үйімізді басқа бір адамдар келіп тазалап, немесе басқа бір адамға табыстай алмаймыз ғой. Мысалы, үйіміздің қасындағы ағаш өсіп үшін оған біз суғаруымыз керек, иә? Өзіміз су құюымыз керек, өзіміз күтіп баптап өсіруіміз керек. Әр адамның өзінің ағашы бар, өзінің гүлі бар үйінде өсіретін. Сол сияқты міне біз жалпы сол арқылы үйіміздегі ағаштарымызды жаңағы қорғау арқылы, соған қамқорлық көрсету арқылы біз бүкіл отанымызды жаңағы қорғаймыз екен. Бүкіл отанымызға қамқор болады екенбіз. Міне кез келген ағашты қандай да болмасын, сізден себепсіз, әсіресе көктеп тұрған ағашты балалар ешқашан сындыруға болмайды екен. Жақсы, ары қарай 16-ны 8-ге бөлеміз. 2. Енді қараңдар, бұл жерде торғайды торда ұстауға болмайды деген жаңағы не тұр, сурет тұр, иә? Енді қараңдар, балалар кез келген құсты бассап ұстап алып, торға қамап қойып, оны жаңағындай бақылап, ойнап, онымен есін шығаруға болмайды, иә? Арнайы торға ұстауға болатын арнайы құстың өзінің түрлері болады. Олар торға ұстауға көнеді, олар адаммен қарым-қатынасқа түсе алады. Яғни ол құстың ешқандай қиналмайды торға ұстағаннан. Ал егер көбінесе құстардың барлығы негізі жабайы құстар, олар көбінесе еркіндікті аңсайды. Оларға еркіндік керек. Олар торға ұстаса, олар бірден өліп қалуы мүмкін. Яғни құстарды бостан-босқа торда ұстауға болмайды екен, иә? Келесі 27 бөлінген 9. 3 шығады екен. Енді қараңдар, бостан-бос керек емес жерде өрт шығаруға болмайды. Ол табиғатқа өте зиян екен. Егер сендер табиғат аясына демалып барып, сол жақта тамақ жасап, от жағу керек болса, міндетті түрде ол отты әбден су құйып сөндіріп кету керек екен, иә? Бұл да табиғатқа біздің жасаған қамқорымыз болады. Келесі 5-ті 1-ге көбейтсек.
5-тің өзі шығады, иә. Енді қараңдар, мысалы сендер табиғат аясында немесе орманда қыдырып жүрген кезде құстың ұясын көріп қалдыңдар. Мысалы жабайы құстың ұясын. Оның ішінде балапандары жатыр делік. Мысалы, ол балапанды басып қолмен ұстауға болмайды екен. Ешқашанда жабайы құстың балапанын қолға алуға болмайды. Себебі ол ондайға үйренбеген балапан, олар өліп қалуы мүмкін. Олар оны көтере алмайды. Сондықтан жабайы құстың балапанын ешқашан қолға ұстауға болмайды екен, балалар. Келесі 36/9, бұл жерде 4 дейді. Енді қараңдар, бұл жасылмен белгіленген, яғни бұл болады. Кез келген кішкентай болсын, шөптің өсуіне, ағаштың өсуіне, гүлдің өсуіне сендер егерде мүмкіншілік жасасаңдар, қамқор болсаңдар, соған күтіп баптасаңдар, бұл сендердің табиғатқа жасаған көптен көп жаңағы үлестерің. Мысалы жай ғана бір кішкентай ғана шөпті сендер гүл су құйып өсірдік делік. Кейбір адам ойлауы мүмкін, не үшін өсірем, ол ертең өліп қалады, ол ертең құрғап қалады күз болғанда деп. Ал ол сол күз болғанға шейін сол титтай шөптің өзі қаншама бізге таза ауа сыйлайды, білесіңдер ме? Ол қаншама зиянды ауаны бойына сіңіріп, қаншама таза ауа сыйлап кетеді бізге. Сондықтан да әрқашанда біздің табиғатымызда жасыл желектің болуына мүмкіншілік жасауымыз керек. Ары қарай келесі 2-ні 4-ке көбейтеміз, ол жерде 8 шығады. Бұл жерде балалар бәйшешек гүлін жұлуға болмайды деген сурет тұр екен. Яғни көктемде өсетін, қардың астынан бірінші болып шығатын бәйшешек гүлін жұлуға тыйым салынған екен. Себебі ол заңмен қудаланады. Ол жаңағы құрып кету қаупі бар қызыл кітапқа еніп тұрған гүл екен. Кез келген қызыл кітапқа еніп тұрған құрып кету қаупі бар гүлді жұлуға болмайды. Жалпы кез келген гүлді керексіз жұлуға болмайды екен. Және ең соңғы 18-ді 3-ке бөлеміз, 6 дейді. Бұл жерде міне кез келген өсімдікті жоқ, бұл жерде мынандай сурет екен. Суға қоқыс тастауға болмайды. Міне су ағып жатыр, қоқыс тастап жатыр, ол болмайды екен. Себебі ол мысалы көп жерде байқаймыз, әсіресе қалалы жерлерде өзенге адамдар көбінесе қоқыс тастай салады, ағып кетеді деп ойлайды. Ол ағып кеткенмен ол бір жерге барып тұрақтайды. Ол жаңағы өзендегі жануарларға өте зияндығын тигізеді, зиянын тигізеді. Яғни міне көрдіңдер ме, өзенге болмасын, жерге болмасын, ешқашанда қоқыс тастамауға үйреніңдер, балалар. Жақсы балалар, бірінші тапсырма осымен аяқталды. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма, енді бағана айтқан санды өрнектер мен әріпті өрнектер деген осы жерде. Енді қараңдар балалар, мына жерде салыстыру. Енді бұл жерде бір қызығы санды өрнектер мен әріпті өрнектер араласып берілген. Соны салыстырамыз. Қараңдар, 65 азайтылған, жақшаның ішінде Д қосу А қосу С. Екінші жағында 65 қосылған, жақшаның ішінде Д қосу А қосу С. Мен сендерге кешегі видеоларды көрсеңдер, мен сендерге айтқан болатынмын. Мұндай салыстыру кезінде азайту жағына көңіл аударамыз ба, қосу жағына көңіл аударамыз ба? Дұрыс айтасыңдар, қосу белгісі тұрған жаққа көңіл аударамыз. Себебі қосу белгісі тұрған жақ ол арттырады, көбейтеді деген сөз. Яғни қосу белгісі тұрған жақ ол артық болады. Келесі 20 көбейту Д қосу А, 20 бөлу Д қосу А. Енді көбейту мен бөлу тұрған жерде қайсына көңіл аударамыз? Көбейту жағы басым болады, көбейту жағы артық болады. Жақсы, Д көбейту А қосу 6. Д көбейту А азайту 6. Бағана айтқанымдай, бұл жерде А қосу белгісі тұрған жақ артық болады. Келесі 12 бөлу 6 қосу А, 12 көбейту 6 қосу А. Бұл жерде қай жағы артық болады? Көбейту жағы әрине артық болады екен. Келесі 18-ге 18-ді қосамыз да 10-дан шыққан санды 9-ға бөлеміз.
екінші жағында 18-ге 18 қосу 18 бөлу 9. Енді бұл жерде сан әріпті өрнек емес, бұл енді санды өрнектің өзі. Бұл жақта есептеуімізге тура келеді, иә, есептейміз. Қай жағы басым болады, сол жаққа қарай белгіні қоямыз. Келесі 25-ке 5-тің қосындысын 5-ке бөл. 25 қосу 5 бөлу 5. Бұны қай жағы артық болатынын белгілейміз. Бұл жерде есептеп аламыз. Өрнектерді жаңағы амалдардың орындалу ретімен есептейміз. Жақсы, келесі 28 азайту 14 бөлу 7 қосу 9. Екінші жағы 28 бен 14-тің азайтындысын бөлеміз 7-ге, қосамыз 9-ды. Келесі 4 қосу 36 бөлінген 4 қосу 5 қосу 8. Енді келесі 36 бөлу 4 қосу 5 қосу 8. Міне, бұл салыстыру осылай болады екен. Жақсы, келесі. Енді балалар, бұл жерде мен сендерге бұл есепті тек қана өрнегін жазбаймын, шартымен қоса жазып қоямын. Бірақ кері есепті сендер құрастырып көріңдер. Өздерің құрастырып көріңдер. Мен сендерге осы уақытқа дейін үнемі дайын жалпы барлық есептердің жауаптарын беріп отырдым. Енді осы видеода сендер өздерің кері есеп құрастырып көріңдер. Себебі бұл есептер өте оңай. Мен сендерге кері есеп құрастыруды өткен видеоларымды менің анықтап қарап отырсаңдар, кері есептің түр-түрін құрастыруды үйреткен болатынмын. Сендерге жалпы дайын кері есептерді құрастырып берген болатынмын. Енді осы есепте, осы тапсырмада кері есебін өздерің құрастырып көріңдер. Қараңдар, әр қайсында 5-тен дейді, қатар 6-ау. Барлығы нешеу? Әр қайсында 5-тен қатар 6-ау. Барлығында неше көшет? Енді қараңдар, 5 пен 6-ны көбейтеміз, 30 көшет, оқушылар барлығы 30 көшет отырғызды. Енді сендерге сәл ғана мен айтып өтейін, кері есеп болса қалай жасаймыз? Бұл жерде кері есеп болса, сендер мысалы барлығын белгілі жасаңдар, 30-ды, қатарды белгісіз жасаңдар. Сол кезде бір кері есеп шығады. Екінші кері есепте барлығын қайтадан белгілі жасаңдар, қатарды белгілі жасаңдар, әр қайсында қаншадан екенін белгісіз жасаңдар. Сол кезде екінші кері есеп шығады. Қане өздерің ойланып шығарып көріңдер. Келесі 15 килограмм тыңайтқыш 5 қапшыққа тең бөлініп салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салынды? Бұл жерде де кері есеп құрастыруларын керек, бірақ мен сендерге бұл есептің шарты мен жалпы қалай шығарылатынын шығарып көрсетемін. Кері есепті өздерің жасап көріңдер, өздерің шығарып көріңдер. Мен сендерге осы жолы тіптен дайын жаңағы дүниені бермей, кері есепті сендерден күтетін боламын. Немесе өздеріңнің мұғалімдеріңе тексертіп көрсеңдер болады. Қараңдар, барлығы 15 килограмм тыңайтқыш, қапшық 5-еу, әр қапшықта қанша дейді? 15-ті 5-ке бөлеміз, 3 килограмм тыңайтқыш, әр қапшыққа 3 килограмм тыңайтқыш салынды. Енді қараңдар, бұл жерде қалай кері есепке жасайсыңдар? Бұл жерде барлығын белгісіз жасаңдар, қапшық белгілі, әр қапшықта мысалы 3 килограммнан жасаңдар. Сонда 3 пен 5-ті көбейтесіңдер, 15 шығады, яғни бірінші кері есеп. Енді екінші кері есепте барлығы белгілі болсын, әр қапшықта белгілі болсын, қапшық санын белгісіз жасап қойыңдар. Сонда екінші кері есеп шығады. Міне мен сендерге ауызша айтып бердім, енді жазбаша өздерің орындап көріңдер. Жақсы, ары қарай 4-ші тапсырма, бұл жерде есепте дейді, өте оңай, көбейту мен бөлу, азайту, жаңағы өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне байланысты берілген есептер, өте оңай берілген есептер. Мысалы, бірінші өрнекте бірінші көбейту, одан кейін бөлуді орындаймыз, сосын екеуін қосамыз. 25 шығады. Келесі 5 пен 6-ны көбейтеміз, 35-ке 7-ні бөлеміз, 35 пен 7-ні бөлеміз, азайтып аламыз, сосын 25 шығады. Келесі 8 пен 5-ті көбейтеміз, 5 пен 5-ті көбейтеміз, сосын қосамыз, 65 шығады. 7 мен 5-ті көбейтеміз, азайтамыз 45 пен 5-тің бөліндісінен. Бұл да 26 шығады. Ары қарай 4-ші тапсырманың жалғасы. Бұл жерде бірінші есепте
бірінші өрнекте бөлу амалы бірінші орындалады, одан кейін қосу амалы орындалады, 19-ға тең болады. Бірінші жақшаның ұшы орындалады, одан кейін барып бөлу амалы орындалады. Бұл жерде 5 болады жауабы. Келесі бірінші көбейту амалы, одан кейін азайту амалы орындалады. Бұл жерде жауабы 38 болады. Келесі бірінші жақшанышы 9-дан 7-ні азайтып аламыз, оны 5-ке көбейтеміз. Бұл жерде жауабы 10 болады. Жақсы, келесі тапсырмаға көшеміз. 5-ші тапсырма, бұл өте қызық тапсырма, балалар. Өсімдік тұқымдары мен сүйегінің ұзындығын өлше. Әр қайсынан 3 есе артық кесінділерсіз. Енді қараңдар балалар, бұл жерде өздерің оқулықтағы осы дәндерді сендер өздерің сызғышпен өлшеп көріңдер. Мысалы, мен өзімше сызғышпен өлшедім. Мүмкін ол менікі мен сендердікі сәйкес келмеуі мүмкін. Мен тек жай ғана сендерге үлгісін көрсетемін, сендер өздерің ары қарай сызғыштарымен есептеңдер. Мысалы, қараңдар, бірінші күнбағыс дәні, одан кейін мысалы мынау өріктің дәні, одан кейін асқабақтың дәні. Енді осыларды өлшейміз. Мысалы, бірінші күнбағыстың дәні 1 см делік, мына өріктің дәні 3 см делік, асқабақтың дәні 2 см делік. Енді осылардың әр қайсынан 3 есе артық кесінділер сызамыз. Кесінді деген білесіңдер балалар, екі жағы тұйықталған түзу сызық, иә? Енді қараңдар, 1 сантиметрден 3 есе артық, ол 3 сантиметр болады. 3 сантиметрден 3 есе артық дегеніміз 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9 сантиметр болады. Енді келесі 2 сантиметрден 3 есе артық дегеніміз ол 6 сантиметр болады. 2-ні 3-ке көбейтеміз. Міне балалар, осымен бүгінгі видеоның соңына келіп жеттік. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар, және менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңдар.